Ассалаумағалейкумдер. Бүгін бір видео салып жатқан жайы бар. Біреуге бір пайдасы тиіп қалар деп. Может, біреу осындай пайдаланған шығар, жасап жатқан шығар. Өзгер болса, өзін қосып алып қосатындарыңыз болса айтып жіберіңіздер. Так, осындай не дейді, тубус дей ма, орысша айтқанда. Қорап бола ма электродқа сварщиктер қауымда. Өзім енді былай қатты сварщик емеспін. Былай сварка бар ғой, тек екі темірді біріктіріп, үй жақтың тіршілігі сол жұмыстарын істеп. Мынандай бір скамейка істегенім бар. Сондай сосын забор бар үй жақта, сондайға. Сосын электрод постоянно шашылып жүреді. Андайда қаяқта жатқанын білмейсің. Электродтың арасында, сварканың арасында шашылып жүреді. Мынандай бір істеген жайым бар. Пайдасы тек қалар. Интернетте көп қой мындай сатылымда. Тубус, коробка дейді. Валбересте. Бірақ бағасы көптеу, қымбаттау. Сапасы да нашар сияқты. Сосын бірінші істегенім міне осылай істедім ең бірінші. Мынандай кәдімгі пластиковый труба, қымбат емес, 1000 теңге, 2000 теңгенің көлемі. Басы мынандай болып клейледім бірінші. Содан кейін мынаны переходник көріпті, мынандай алып, мынау 200 теңге тұрады. Тоже астын жауып, мына кигізетін қылдым. Сондай қылып едім, бірақ оған мынадан қатты шықпайды да. Күш керек қайта алып шығару үшін постоянно. Сондықтан мынандай істеу керек болып, осындай шешім қабылдадым міне. Осылай болып шықты, осы дұрыс па деп ойлаймын. Өздеріңіз енді қарап, қайсы жақсы, соны істеп алуыңыздарға болады. Тоже міне пластик труба. 38 сантиметр ұзындық кестім. И мына переходникті кигізесің де, мынаны астын крышка ғой, тоже 100 теңге дейді, міне жазылып тұр. Клеймен клейлеп тастадым. Клеймен ішіне ашып шығарып тұрмын, клей жақтында жабыстырып тастадым. Мына ойнап тұр, оны тиген жоқпын. Сосын мына кәдімгі баклажканың ручкасы, кигізіп аламыз бірінші. Сосын мынау как клипса сияқты ғой. Клипса ұстап тұрады осыны. Ұстап тұрады. Мынадан жылжып кетпес үшін. Осылай болып тұрады. Алып жүруге де ыңғайлы. Сосын мына баклажка кәдімгі міне. Мына баклажканың турасын кесесіздер. Міне. Тура, прямо. Шамал туға кіру керек. Бұл да мына 52 әдемі прямой кіреді. Шамал кигізіп аласыз да, мынандай шел қалдырып. Мынамен клейлейсіз. Клеймен. Клейді круговый жағып шығаса қысып жібересіз. Болды, сонымен қатып қалады. Мынаның өлімі жоқ. Тастай болып қалды. Осы тұрғанда. Өліп қалды. Тастай болып қалды. Не болды? Осымен осы дұрыс па деймін. Сыртына жазып қойдым. Қайсы жағын біреуіне жазып қойдым. 2 жарым тұқты жазып қойдым. 3 деп. Осылай өздеріңіз ақпарат ұнап жатса, осылай лайк басып жіберіңіздер. Қайсы жақсы аларсыздар видео ұнап жатса.